Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып сын есім, сын есімдердің жасалуы, сын есімдердің шырайлары. Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын, сипатын, көлемін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мағынасына қарай сапалық және қатыстық болып бөлінеді. Сапалыққа мысал келтірсек, ақ, қызыл, жақсы, үлкен, жаман, түзу. Ал қатыстық мысалы білімді, бағалы, сапалы, өнерлі, түскі, кешкі деген сияқты сөздер. Тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі мысалы әдемі, сұлу, дөңгелек, сары, ал туынды сын есімге мысалы көрікті, бойшаң, еріншек, мәдени, жақсылық, көктемгі деген сөздерді мысалға алып қарастырсақ, бұнда яғни түбір сөздерге жұрнақ жалғану арқылы туынды сын есім жасалынды. Мысалы көрікті деген сөзде түбірі көрік, ті деген жаңа қосымша жалғанған, мысалы еріншек деген сөзде мысалы түбірі еріншек, шек деген жаңа жұрнақ қосылды. Жақсылық деген сөзде де мысалы түбірі жақсы, лық деген жұрнақ қосылды. Яғни туынды сын есім. Құрамына қарай дара және күрделі. Дара сын есім мысалы қандай? Мол, қандай? Нәзік, кіші, тәтті, ширақ, сәнқой, сезгіш. Ал күрделі сын есімде биік, ойлы қырлы, өте жаңа, аса қадірлі, яғни қос сөз арқылы жасалынған екен. Енді етістіктерден сын есім тудыратын жұрнақтарды қарастырсақ, мысалы ғыр-гір, қыр-кір деген жұрнақтар, яғни ұшқыр, өткір, алғыр, білгір деген сөздерді қарастырсақ, мұнда түбірі ұш, яғни етістік, өткір, етістік, алғыр, ал етістік, білгір, біл етістік, яғни етістіктерге қыр, кір, ғыр, гір деген жұрнақтар арқылы жасалған. Келесі қ, к, ық, эк, ақ, ек. Мысалы ашық, қашық, құрғақ, кесек деген сөздерде жұрнақтар қосылған етістікке. Қыш, кіш, ғыш, гіш мысал келтіреміз. Білгіш, сөйлегіш, тапқыш. Келесі улы, өлі, яғни мысалы жинаулы, өйілі, санаулы. Келесі мами, баби, папи, мысалы қазба, бояма, қынама, бөспе. Келесі палы, пелі, малы, мелі, мысалы жаппалы, көшпелі, салмалы. Яғни қандай деген сұрақтар қойсақ, жаппалы, көшпелі, салмалы. Түбірі жаппа, оған түбірі жаппалы деген жұрнақ қосылу арқылы осындай етістіктен сын есім тудыратын жұрнақтар арқылы сын есім жасалынды. Келесі шақ, шек, еріншек, ұялшақ, ұрыншақ. Келесі ға, гек, қақ, кек, майысқақ, жабысқақ, тоңғақ. Келесі ымды, інді, ымды, інді. Мысалы ұтымды, қандай? Ұтымды, байламды, өтімді. Келесі ынды, інді. Мысалы асыранды, түйінді, құранды. Сын есімдердің жасалуы. Есім сөздерден сын есім тудыратын жұрнақтар. Л, д, т. Мысалы таулы, күлкілі, ағашты, яғни есім сөздерге бұнда жұрнақтар қосылған, Л, т деген жұрнақтар. Түбірі мұнда тау, күл, ағаш деген сияқты есім сөздер. Келесі сыз, сіз, мысалы ақылсыз, білімсіз, демалсыз, яғни түбірі ақыл, сыз деген жұрнақ қосылған, білімсізде түбірі білім, сіз деген жұрнақ қосылған, демалсызда түбірі демалыс, сыз деген жұрнақ қосылған, ары қарай шыл, шіл, өзімшіл, саулықшыл, ұйымшыл, шаң, шең, мысалы бойшаң, көлекшең. Қ, к, ғ, г, мысалы ауызғы, төргі, жазғы, күзгі. Лық, лік, дық, дік, тық, тік, мысалы қалалық, ұлттық, қоғамдық, аудандық, мемлекеттік. Тай, тей, дай, дей, мысалы таудай, көлдей, жолбарыстай. Даг, дек, так, тек, мысалы жеңілтек, тапал, тақ.
и, бас, қой, қор. Мысалы, мәдени, ғылыми, намысқой, мансапқор, әзілқой. Дар, тар, тал, мал, кеш, геш. Мысалы, борыштар, сезімтал, бауырмал, күлегеш. Сын есімнің шырайлары белгілі бір заттың сындық сапасының басқа бір заттың сындық сапасының артық не кем екендігін, әртүрлі дәрежелік сипатын білдіретін сын есімнің белгісі шырай деп аталады. Салыстырмалы шырай: рақ, рек, рақ, рек. Мысалы, қаттырақ, күштірек, қызылырақ. Сын есім қатты, қандай қатты, қандай күшті, қандай қызыл. Яғни қатты деген сын есімге рақ, сосын рек деген шунақтар қосылу арқылы жасалынды. Келесі: лау-леу, дау-деу, тау-теу. Мысалы, жасылдау, аласалау, әдемілеу. Түбірі жасыл, аласа, әдемі. Яғни сын есімге осындай дау, лау, леу шунақтары қосылған. Қыл, ғыл, қылт, ғылт, шыл, шіл. Мысалы, сарғылт, дымқыл, бозғылт, көкшіл, ақшыл дегендей. Келесі: күшейтпелі шырай. Бұнда а. Негізгі сын есімге күшейткіш буынды қосу арқылы жасалады. Мысалы, жап-жасыл, қап-қара, әп-әдемі. Өте, тым, аса, керемет, ең, тіпті, нақ, ал, орасан үстеулермен жасалады. Мысалы, тым жақсы, ең әдемі, орасан зор, аса биік, өте қызыл. Бүгінге тақырып осы. Пайдалы болды деп үміттенемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.